Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің арнамда осындай өте керемет пиццериядағы пиццалардан асып түспесе, кем түспесін, үй жағдайында жасалатын, өте жұмсақ, 5 минутта жасалып, 10 минутта пісетін, әсіресе таңғы асымызға таптырмайтын тіске басар болып табылады. Ал мен бастаймын қыздар, сіздер менің мына видео рецептімді соңына дейін тамашалап, міндетті түрде сақтап алыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біздің қазіргі дайындап жатқан пиццамызға ешқандай да грамм өлшейтін қажеті жоқ. Осындай ас қасықтың көлемімен 4 ас қасық майонезімізді және де 4 ас қасық қаймағымызды осылай салып алатын боламыз. Енді осы екеуінің үстіне 2 дана жұмыртқамызды да бөліп салып алатын боламыз. Енді осының үстіне кішкентай чайный ложкамыздың көмегімен толтырмай тұзымызды саламыз. Оның үстіне осылай 1 чайный ложкадай разрыхителімізді салатын боламыз. Оның үстіне 9 ас қасықтай санап ұнымызды салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Біздің қамырымызды ешқандай да қолмен илеп, оны жаюдың қажеті жоқ. Қоюлығы осындай сұйықтықта болу керек. Осыны пергаментімізге салып, қасығымыздың көмегімен жан жағына қарай топ-томалақ етіп жайып алатын боламыз. Пиццамыздың көлемінде етіп, жұп-жұқа етіп жай берсеңіздер болады, себебі қамырымыз қазір духовкамыздың ішіне кіргеннен кейін жақсылап көтерілетін болады, себебі құрамында қобыздықшы бар. Енді осы жайған қамырымыздың үстіне ең оңай соус ретінде осылай дайын кетчупымызды алып, жаймендеп жағып шығатын боламыз. Ал үстіне өздеріңіздің қалаған начинкаларыңызды сала берсеңіздер болады. Мен осындай қызанақ пен сырды қолдандым. Сырымызды осылай үкіштің үстінен өткізіп алып, осылай бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Енді осы дайын болған пиццамызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минутқа салып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай пиццамыздың жасалу жолы да, пісу жолы да өте тез қыздар. Және де өте жұмсақ болып шығады. Пиццериядағы пиццамыздан асып түспесе, шынымен де кем түспейді қыздар. Міндетті түрде дәл осылай сіздерде тіске басарға жасап көріңіздер. Ал мен сіздермен келесі кездескенше осындай керемет рецепттермен қоштасатын боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер достар.